кеш, қымбатты достар. Костанай телеарнасында «Время говорить» бағдарламасы сіздермен бірге Маргарита Иванова. Біз бастаймыз. Ну что же, первый этап знакомства с темой позади. И все же без учителя нам с вами не обойтись. Поэтому прямо сейчас мы отправляемся в языковой центр «Грызть гранит казахской науки». Поехали! Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, Маргарита. Қалаңыз қалай? Шүкір, амандық. Бүгін далада өте салқын. Қыс басталды. Иә, қыс. Неше градус аяз екен бүгін? Бүгін ол 16 градус. Міне, себебі біздің өтетін тақырыбымыз бүгін тағы жыл мезгілінің бірі, ол қыс мезгілі. Енді мына суретке қарап отырсақ, қандай тамаша көрініс. Сіз де жаңа келе жатқанда осының барлығын тамашалап келдіңіз, иә? Қар, жағалай, ағаштар ағарып тұрып қардың астында. Қандай өзгерістер бар, сол туралы кішкене әңгімелесейік. Мынаның маңдайшасын оқыңызшы. Қыс айлары көңілді, ақ қар жапқан өңірді. Таныс сөздер бар ма осы? Многие уже знакомы. Қыс дейді. Қыс зима. Айлары месяцы. Көңілді. Көңілді. Біз қазір көңілді, иә, көңілді. Не істеп жатыр бұлар рахаттанып? Бұл отбасы балалар қаратысу. Қаратысу немесе не істеп жатыр бұлар? Так. Аққала. Соғып жатыр екен. Жерде ал отбасы. Отбасы мүшелерін атап бере аласыз ба қазақша? Мына кісі кім болды? Бұл әке. Әкесі. Мынау. Шеше, ана, да? И неше баласы бар бұлардың? Екі бала. Екі баласы бар екен. Тамаша, мына жерде біз отбасы туралы қандай сөзді қолдануға қараңызшы түрлеріне. Қандай бұлар? Бәрі де қандай? Мана біз сөзді қолдандық. Көңілді. Көңілді. Дұрыс айтасыз. Тамаша, ары қарай кеттік. Таудан төмен сырғанап, шаңғы шана тебеміз. Мінеки, манағы қолданған сөздеріміз шаңғы. Лыжы. Шана. Сани. Сани, тамаша. И таудан төмен сырғанап. Что делают они? Таудан. Скатываются, да? Скатываются. Все верно. Опять повторяется уже нам. Айтып отыр, мынау балалар. Аққала. Жасап жатыр. Мыналар қарлы кесек ойнап жатыр екен. Қарлы кесек дегеніміз ол снежки дейді. Әдемі қалың қарда балалар не жасайды? Қызық көріп. Балалар қырлы қамал. Или үңгір. Үңгір жасайды, иә? Үңгір. Көріп, сол жаңағы үңгірдің ішінде ойнайды екен. Жақсы, біз жаңа айтып отырмыз, мына қар атысып жатыр. Қарлы кесек ойынын ойнап жатыр. Ендеше біз де қар атсайық. Мынау сізбен кесек. Мынау екіншісі, мынау екеуімен де. Қарды атсаңыз. Қардың түрі қандай дедік жаңа? Аппақ, үлпілдек, жұмсақ дедік. Ал енді мен сізге қар атамын, сіз мына жердегі тапсырманы оқып, бұл жерде жұмбақ жасырылған. Загадка. Нужно его отгадать. Так. Читаем, да? Көп едім мойын бұрмады, ұстайын десем қолға тұрмады. Вы догоняли, никак не догоните. Хотите поймать, и в руки не... Снежинки? Снежинки, так, подумайте еще. Зимой бывает это. Связано, так скажем, с ветром. С ветром? Когда снег он... Метель какая-нибудь? Буран, наверное, да? Буран. Ваша очередь. Вас бросать? Хотя мягко так, чтобы долетело.
шелек қалпақ басында сәбіз екен танауы, қыста қардан туатын тауып көрші сен оны дейді. Ну, соответственно, на голове у него будет ведро вместо колпака, нос морковка. Это, наверное, Снеговик. Ақ. ала. Тамаша. И тағы бір сізге атайық. Біз де ойнап алайық. Қолы жоқ сурет салады. Тісі жоқ тісте палады ол не? Аяз? Ойлаңыз. Қолы жоқ сурет салады. Біз кейде терезеге қарасақ қандай сурет әдемі салып қояды. Ол не рисует? Ну, мороз. Мороз. Қалай болады? Аяз. Аяз, да? Аяз. Мен дұрыс естімей отырмын еще. Дұрыс айтасыз. Аяз, тамаша. Ты уже стала сомневаться в своих интеллектуальных способностях. Так. И вам кидаю. Бізде не болды? Қыста ғана болады, ұстаса қолың тонады. Қолымызға біз аппақ не ұстаймыз далаға шыққанда? Біз мынау қарлы кесек неден жасадық? Ну, снежки как раз. Снежки, а из чего? Снега? Қар. Қолға ұстасаң, қолың тонады дейді. Тамаша. Ну а прямо сейчас мы с вами окунемся в мир словосочетаний, фраз и выражений, которые без преувеличения понадобятся нам с вами каждый день. Көңіл күйіңіз қалай? Как ваше настроение? Тамаша, керемет. Прекрасно. Әдеттегідей, Как обычно. сізден сұрауға бола ма? Сізден сұрауға болады ма? Можно у вас спросить? Қане, көрейік. Ну так, посмотрим. Айтпақшы, Кстати, мысалы, например, бұл не? что это? Солай емес пе? Осылай емес пе? Не так ли? Солай болды. Так получилось. Сіз қайда бара жатырсыз? Куда вы идете? Не болып жатыр? Что происходит? Сіз не істеп жатырсыз? Что вы делаете? Қазір сағат неше? Сколько сейчас времени? Бүгін нешесі? Какое сегодня число? Бүгін 14-ші қыркүйек. Сегодня 14 сентября. Бүгін аптаның қай күні? Какой сегодня день недели? Бүгін сәрсенбі. Сегодня среда. Көріскенше. До встречи, увидимся. Өтінемін, қайталаңызшы. Повторите, пожалуйста. Мен түсіндім. Я поняла. Мен түсінбедім. Я не поняла. Сіз мені түсінесіз бе? Вы понимаете меня? Мен түсінемін. Я понимаю. Мен түсінбеймін. Я не понимаю. Тағы қайталай аласыз ба? Вы можете повторить снова? Сіз кішкене баяу сөйлей аласыз ба? Вы можете говорить чуть помедленнее? Кешіріңіз, байқамай қалдым. Простите, я не заметила. Бұл нені білдіреді? Что это значит? Мен сізді естімей тұрмын. Я вас не слышу. Мына сөз қалай оқылады? Как читается это слово? Мына жерге жаза аласыз ба? Вы можете написать это здесь? Сен қазір боссың ба? Ты сейчас занят? Иә, боспын. Да, свободен. Жоқ, бос емеспін. Нет, не свободен. Рас па?
Правда? Рас. Правда. Өтірік. Ложь. Сіз білесіз бе? Вы знаете? Мен білемін. Я знаю. Мен білмеймін. Я не знаю. На этой позитивной ноте мы подходим к завершению нашей сегодняшней программы. Надеюсь, подаренной мотивации хватит вам до следующей недели, когда мы вновь встретимся в рамках суперпроекта «Время говорить». Меня зовут Маргарита Иванова. До встречи в эфире. Сау болыңыз.